құрметті Дария ТV YouTube арнасының көрермендері, өткен Абай әлемінен бүгінге деген бағдарламамызда біз Абайдың 3-ші қара сөзіндегі қаскүнемдік, бір-бірінің тілеуін тілемеушілік, рас сөзінің аз болуы, қызметке таласқыш болуы және жалқаулық сынды 5 адам бойындағы мінездің кесепаттарына кең мол тоқтала келіп, соның ең соңғысы болған жалқаулық туралы Абай жалқаулықтың қандай кесепаттарға себеп болатынына тоқталғамыз, соны талқылағамыз. Бүгін 3-ші қара сөзді онан арман жалғастырамыз. Қош келдіңіз, Асылбек аға. Рахмет. Бір қызығы Абай осы 5 адам бойындағы кесірлі мінездердің 5-шісі болған жалқаулыққа бірінші тоқталған. Біз өткенде талқылап өткен. Себебі не болуы мүмкін? Ол адам кесірлі мінездердің анасы осы жалқаулық болып тұр ғой. Содан басқа мінездер туындайды да. Одан кейін осы 3-ші қара сөз негізі бір әлеумет танушылық бір үлкен бір кітап сияқты. Осы бір 3-ші қара сөзді біз біріншіден бөліп талдап жатқанымыздың бір себебі бұл кәдімгі бір отырыста бітпейтін, бірақ ішін ашатын болсаң бір үлкен бір институттың материалдар шығады. Біздің бүкіл мінез құлқымыз да бәрі соның ішінде, біздің дүниетанымыз да, экономика, әлеумет танушылық жағдайымыздың бәрі осы қара сөздің ішінде жан-жақты сипатталған. Соның ішінде ең негізгі қоғамда көрініс беретін мінез ол жалқаулық болғандықтан Абай атамыз бірінші соның басын ашып тастады. Өйткені жалқаулықтың ар жағында ол надандық бар, оның ар жағында арсыздық бар, білімсіздік бар, жатып ішерлік, біреуге қол жаюшылық бар. Талай дүниенің бастамасында осы жалқаулық тұрады. Сондықтан Абай атамыз бірінші сол мәселені шешіп тастады деп ойлаймын. Өте керемет. Іске сәт онда 3-ші қара сөзді оқып талқылауымызды бастайық. Мұның бәрі 4 аяқты малды көбейтемінен басқа ойының жоқтығынан өзге егін, сауда, өнер, ғылым секілді нәрселерге салынса бұлай болмас еді. Сол өткен хабарда айтылған Абай атамыздың қазақ ішіне кеңінен жайылған 5 кесапат бар еді ғой. Соның 5-еуі де осы елдің ішіндегі мал көбейтемінен басқа бір ойдың, содан басқа жоспардың, содан басқа түсініктің, әрекеттің жоқтығынан деп отыр. Енді бұған кіру үшін біз анау ежелден бері келе жатқан біздің қазақ бабамыздың ар жағындағы түркі, ғұн, үйсін, қаңлы дәуірінен бері қалай келе жатқан біздің дәстүріміздегі, әдет заңдарымыздағы меншік институтына, одан кейін біздің мынау асыл шариғатымыздағы мал, мүлік қарым-қатынасына қатысты ережелерге тоқталуымыз керек. Өйткені мынаның бәрі соған қатысты дүниелер. Мысалы, мал деген дүние не ол? Мал деген бір адамның иелік ететін барлық нәрсесін малы, мүлкі дейміз. Енді бұл жерде ереже бар ма, жоқ па? Міндетті түрде ереже болады ол жерде. Жоқ, жаңағы күші бар адам, тісі бар адам, азуы бар адам тартып алып, өз білгенінше тауып, білгенінше жұмсай бере ма? Жоқ, әрине. Адам болып жаратылғаннан кейін ол жер бетінде ол қарым-қатынастың өзінің ережелері бар. Мына сол ережелердің ішіндегі, мысалы, әр халықтың өзінің тұрмыс тіршілігіне, жаңа территориясына байланысты сол мүліктердің ішіндегі біреуі ерекше болып тұрады. Отырықшы елдерде бөлек, көшпелі елдерде бөлек. Сол көшпелі дала өркениетінде адамның ең маңызды мүлкі 4 аяқты мал болған. Соны көбейтудің айналасында туындап отыр дейді жаңағы мәселенің бәрі Абай атамыз. Демек, олай болатын болса, мысалы, мынау өзбек халқында көбінде пұл дейді. Пұл бар ма? Бізде көбінде әрбір нәрсені есептеген кезде, бағасын бағалаған кезде, құнын шығарған кезде, мысалы кезіндегі құндауларында түрлі-түрлі адамның құнын өлшегенде бір нәрсені малмен есептейді. Мысалы, мынау Абайдың өзінің тісіне протез қойдырған бір оқиға бар да. Сол кезде протез қойдырып келгеннен кейін Оспан сұрайды да, қаншаға қойдырдың деп.
Сонда абай 100 тиынның айналасында айтады да, 105 тиын ба, 110 тиын ба сондай. Сонда Оспан айтады, қанша тоқты, қанша қоймен есептеуге болады оны дейді да. Мысалы, өйткені ақшамен өлшеу жоқ, бір малмен өлшеу бар. Демек, мал көшпенді қазақ даласының ең құнды бір қазынасы. Енді осы жерде енді кеңінен тоқталу керек шығар. Мынау жалпы адам атамыз жаратылғаннан бері қарай жер бетінде, соның ішінде түркі халқы өзінің жаңағы отауын тігіп шаңырағын көтергеннен бері қарай өнім екі түрлі болады. Өз табиғи өнім, екіншісі адамның еңбегінен туындаған өнімдер. Міне осы екі өнімге иелік жасайтын адамдардың, отбасылардың, рулардың арасындағы қарым-қатынасты реттеп отыратын институтты біз меншік институты дейміз. Оның айналасында үлкен заңдар болған. Енді бұны мысалы біз тек қана мал деп жаңағы қорамызда тұрған малды ғана елестетуіміз мүмкін. Ал негізінде мысалы ол жаңағы біздің әдет заңымызда болса, шариғаттың заңында бұл мүлдем бөлек дүние. Мал мәселесі. Мысалы, мал алдымен екіге бөлініп алады әу баста. Адамның жаңағы адал жолмен тапқан және өзінің қармағындағы меншігіндегі малы, екінші адал жолмен табылмаған және түбінен табиғатынан адал емес мал болып екіге бөлініп алады да. Енді адал жолмен жаңағы табылған малдардың арасында қандай әрекеттер жасалады? Біріншіден ол алып сатады, оған байланысты алып сату мәселесі бар. Екіншіден біреуге уақытша беру мәселесі бар. Қарызға бере алады. Қарызға бере алады. Үшіншіден бір жерге кепілдікке қойылады оны. Төртіншіден басыбайлы біреуге атап бере алады. Бесіншіден өзінен кейінгі ұрпақтарға өсиет мұра ретінде қалдырылады. Міне бұның бәрі заңдылықтар. Бірақ осы заңдылықтардың бәрі жасалуы үшін ол мал адал жолмен келу керек саған. Әрі соның меншігінде болу. Табиғаты адал болу керек. Міне содан басталады. Ал енді мынау жаңағы біздің Абай атамыз сынап отқан қарым-қатынастағы кейбір кесапаттар осы жүйеге қайшы келеді. Қазір оны ары қарай жалғастырармыз. Жалғасты оқиық. Әрбір мал іздеген малым көп болса, өзімдікі де балаларымда малды болса екен дейді. Тек қана өзім малды болу жетпейді, балаларымда, әулетімде малды болсын. Ол мал көбейсе малшаларға бақтырмақ. Өздері етке, қымызға тойып, сұлуды жайлап, жүйрікті байлап отырмақ. Бұл жерде біріншісі мал көздің құрты. Біріншіден адамның ішкі жаңағы қалауы, құмарлығы малға деген құмарлық болады. Адамның бала-шағаға деген құмарлығы қандай болатын болса, бала-шағаны қалай жақсы көретін болса, адамдар малды да солай жақсы көреді. Көпшілік, басым көпшілік, кейбір адамдарда ондай сезім болмайтын шығар, мүмкін құмарлық деген. Ал бірақ басым көпшілікте балаға құмарлық сияқты малға да құмарлық болады. Содан кейін адамдар оны барынша көбейте бергісі келеді. Одан кейін адамның өмір сүруінің бір қауіпсіздігін беретін нәрсе болғандықтан, қораңда көбірек мал тұратын болса, сенің ертеңгі күнің кепілдікте тұратын сияқты ойлап. Адамға бір сенімділік орнатады. Сондықтан адамдар оны көбейткісі келеді. Одан кейін өзі дүниеден өткеннен кейінгі бала-шағасында да ол мал болса екен дейді. Өйткені мал болмайтын жағдайда адам өзінің өмірі қауіп қатерде тұрады деп есептейді. Біздің қазақ халқы да бұдан бөлек емес осы заңдылықтан. Сондықтан біз де жаңағы малды неғұрлым көбірек тапсақ, неғұрлым қорамызда көбірек мал тұрса деген бізде сезім болған. Одан кейінгі заңдылықтар қалай еді, жаңағы оқып жіберіңізші. Өздері малды басқаларға бақтырып, етке тойып, қымызды. Бұны бұл жердегі әңгіме басқаларға бақтыру мәселесінде міне қоғамда қаласақ та қаламасақ та адамдар екі топқа бөлінеді. Малы көп адамдар және малы жоқ немесе малы аз адамдар деп. Сол малы көп адамдар көбінесе жаңағы малға қатысты жерді, жайылымды
көбірек алады, қанағатсыздау алады. Ал малы аздау адамдарға сол малды бақтырады. Соның қызметіне жүргізеді да, өзінің уақытын босатып, өзі сол тәннің ләззатына, жанның рахатына өмір сүруге өмірін арнағысы келеді да. Бұл енді өте қарапайым түсінік енді. Білімнің деңгейіне көтере алмаған деңгейдегі түсінік деп ойлаймын. Мал бағудың, жалпы мал жинаудың асыл мақсаты туралы бірінші қара сөзде де біраз тоқталдық қой. Абай мал бағу жоқ, баға алмаймын. Кім үшін бағам, не үшін бағам? Балалар өздеріне керек малды өздері бағар. Қартайғанда ұры мен қараға жем болатын, бай мен болысқа ұры мен қараға жем болатын малды бағып, не үшін азаптанам деген бір неге келеді ғой. Иә. Бұл жердегі жаңағы сіздің айтып атқан адам мал көздің құрты. Демек, малды асыл бағудың мақсатынан адам алыстаған кезде не үшін мал тауып жатырым, не үшін дүние жинап жатырым, не үшін ақша жинап жатырым, не үшін осыншама қымбат мал мүлікке қол созып жатырмын. Мақсаты адамдық құндылық па, ұрпағымның білімі, тәрбиесі, ақылағы, мәнді, мағыналы болып, адам болып өсуіме жоқ әлде басқаларға көрсету үшін ба деген шын мақсатты ажыратпағаннан кейін болатын сияқты. Өте керемет, орынды қозғап отырсыз. Міне қараңыз, мынау жаңағы көп адам байлықты мал деп ойлайды да. Байлықты мал деп ойлайды. Ал негізі шын байлық жүректе болады. Көп адам осыны түсінбейді да. Мысалы, көп адамдармен сөйлесе отырған кезде, жаңағы байлықтың мақсатын сұраған кезде, қорадағы малын, мінетін көлігін, үйін, айналасындағы дүниелерді айтады да, негізі ондай емес. Адам байлықты тапқысы келсе, өзінің жүрегіне үңілу керек бірінші. Мысалы, қолында бар нәрсенің қадірін білсеші, ең бай адам сол. Мысалы, әр адам өзінің дене бітіміне қараса бір көз жүгіртсе, көзі, құлағы, жүрегі, 12 мүшесінің саулығы, деннің саулығы, ең үлкен байлық, егер қадірін білетін болсаң, осы. Одан кейін біреудің 6-7 бала шағасы бар, мысалы. Бірақ өзін кедей санайды ол адамдар. Ондай емес ол. 12 мүшесі сау адам, үйінде бала шағасы бар адам, бір күн аш, бір күн тоқ отырса да ол бай адам негізі. Өйткені байлықтың орны ол жүрек. Байлықтың орны қора немесе жайылымда емес. Міне осы нәрсені дұрыс түсінуіміз керек қой біз. Қазіргі қоғамда да, мысалы, қате түсініп жүргендер болса, мысалы, байлық деген нәрсені, ол бір ойланып алу керек. Байлық деген не нәрсе? Не үшін жинап жатыр? Ол құрал. Мал деген нәрсе құрал. Базарға барып біреуін сатасың да, орнына басқа нәрсе әкеліп, арғай тіршілігіңді жалғастыру үшін жасалатын құрал ғана. Ол бірақ мақсат емес. Ал енді осыны құралды мақсатқа айналдырып алсаң, онда бүкіл бәленің бәрі содан шығады. Мына жердегі Абай атамыздың айтып отырған бәлелері сол малды мақсат етіп алғаннан болып тұр. Ал оны құрал ретінде пайдаланатын болсаң, негізгі мақсат адамилық қасиет болып қалу керек еді. Жаратқанның айтқан сөзі бар екен. Мен байлықты қанағатқа жасардым. Адамдар оны малдың көптігінен іздейді, оны қайдан тапсын. Осы сөзді естігеннен кейін менің есіме мынандай бір оқиға түсті. Бір жолдас жігітіміз бар еді. Өте мықты кәсіпкер, өте мықты білімді, өзінің саласының өте мықты үлкен фирмаларда жұмыс істеген кезінде, кейін өте жақсы кәсіпке кірген. Бір күні кездестік, қазір менің басым бәледе. Жағдай қиын, басымда үлкен бір қиыншылық бар. Не болып жатыр? Біреулер жала жауып, үстімнен іс қозғап жатыр. Мал мүлкімді алып қояйын деп жатыр. Кезінде ауламда 11 машина тұратын дейді. 5 баламды 5 машина таситын, әйелімді 1 машина таситын, өзімді 1 машина таситын, үйімізде 10 шақты қызметкер бар еді. Қазір бұлардың барлығы кетті дейді. Мен сол кезде
отбасыма осыншама дүниенің көптігімен қызмет етіп жатыр, мен отбасымды бақытты етіп жатырмын деп ойлайтынмын дейді. Бірақ қазір 11 машинадан қалғаны бір машина, үйімізде ешқандай қызметкер жоқ, бала шағамды әйелім өзі тасып мектепке өзі әкеледі. Бірақ біз қазір қанша дүниемізде не болса да татумыз, берекеліміз, бірліктеміз, бірге отырып тамақ ішеміз. Әрбір сағатымыз қазір біз үшін қадірлі дейді. Демек, бұдан түсетін нәрсе ақшаның көптігі, және сіз айтқандай байлықтың көптігі, дүниенің көптігі шынында адамға мақсатын ауыстырып жіберетін бір әсер бере ма, қалай жалпы? Енді бұл жердегі мәселе мынау ғой. Адам бай болмасын, мал табуға еңбек етпесін деген сөз емес. Бірінші осыны ашып алуымыз керек. Адам бай болғаны да дұрыс, малының көп болғаны да дұрыс. Бірақ ол адамның қанына сіңіп, жүрегіне кіріп, оның мінез құлқына айналып кетпеу керек та, мал деген нәрсе. Мына жерде мақсат дедіңіз ғой жаңа, мақсат пен инструмент ауысып кеткен. Абай осыны малы көп болса, басқаларға бақтырып, ет пен қымызға тойып, сұлуды жайлап, жылқыны байлап жүйрікті жатқысы келеді. Бір рахат өмір сүруге бір айналдырғысы келеді, жаңағы айтқандай. Дұрыс, иә. Негізі ол шынында да құрал нәрсе ғой. Бірақ мынандай, енді осы жердегі малдың түпкі мәніне келетін болсақ, малдың түпкі егесі кім? Содан бастау керек қой. Және кімге не үшін беріледі ол мал деген нәрсе? Мен ойымша, мал деген нәрсе бір ауылға немесе елді мекенге берілетін сияқты. Мал ше, мал. Елді мекенге беріледі. Соның біреуіне көбірек беріледі. Мысал, оны Алла несін ашады, жолын ашады, бір қызметін жүргізеді, кәсібіне бір береке береді, сөйтеді де көбейтеді оның малын. Бірақ кім үшін? Сол ауылдағы, айналасындағы басқа адамдар үшін. Негізі ол бәрі бақытты болу керек. Мал бүкіл елдің бақытты болуына қызмет атқару керек, мал деген нәрсе. Бірақ бір адам оны жаңағы паразиттік тұрғыдан тек қана оның жалғыз иесі менмін, басқалардың бұған ешқандай қатысы жоқ дейтін болса, бұл жерде қателік басталады. Ол жерде қоғамдағы ала-құлалық, жаңағы тепе-теңдіктің бұзылуы басталады. Сол кезде жаңағы жағдайы төмен адамдар, жағдайы жақсы адамдарды жек көріп, оларға теріс көзқараста қарай бастайды. Кәдімгі олардың бір малының бір бөлшегі сол бай адамның қолында тұрған сияқты, және оған өзінің иелігіндегі малды бермей жатқанын сезініп тұрған сияқты. Оның малын бай адам тартып алған сияқты сезім қалыптасады. Ал енді негізгі малдың рахат жері бар ғой, ең керемет тәтті жері, оны адамдарға бөліп, үлестіріп берген кезде болады. Кедей мен байдың болуы бұл жаратылыстың бір заңдылығы. Иә. Барлық адамның бай болып кетуі бұл табиғатта болмаған, тарихта да болмаған, болуы да қиын. Белгілі бір адамдар бай болады, белгілі бір адамдар да қарапайым өмір сүреді. Бірақ екеуінің арасындағы балансты сақтап тұратын, бір-біріне жау қылмайтын, біреу үстіден биік қарап, мынаны езбеу үшін, мынау астындағы жаңағы кедейлер, қарапайым пақыр бұқара халық мына байға қарсы дұшпандық жасамау үшін негізгі ортадағы инструмент не болу керек? Осы жерде мен мынау жаңа айттым ғой, шариғаттың малға қатысты заңдарын қарап отырған кезде бір ой келеді адам. Бізге 8-ші ғасырларда келді. Біздің түркі дүниесіне бұл ислам деген нәрсе. Ал енді оның арғы жағында біз рулық, тайпалық өмір сүріп жүрген кезде, түркі қағанаты дәуірінде, түркі қағанаты кезінде, құндардың, қаңлылардың, үйсіндердің кезінде бұл мәселе қалай шешілді екен деген ой келді ғой. Енді ислам түсінікті. Мұсылманшылық шариғатында бәрі адалдыққа, әділдікке құрылады.
Ал оған дейінгі қоғамның бүйтіп ұйыған айран сияқты бірлік ынтымақта келіп, сонша ғасырлар бойы біздің меншік институтымызда бір жаңағы кілтипан болмай дамып келгенінің сыры неде деп не қылдық қой, ойға түстік қой. Сөйтсек, олардың меншік иесінде әшейін қарапайым нәрсе бар екен де. Отбасылық меншік, рулық меншік, және биліктегі адамдардың, мысалы күнбидің билігіндегі меншік. Осы үш меншіктің шекарасын бекітіп, оларды бөлетін жері дұрыс бөліп, одан кейін соған қатысты жауапкершіліктерінің бәрін анықтаған кезде, және сол жаңағы отбасына да, руға да, күнгейдің билеушілерге де жанашырлықпен қараған кезде, бір-біріне. Бір-біріне соны бөлетін адамдар соның бәріне жанашырлықпен қараған кезде, бәрі әділ болады екен ғой. Сонда мысалы, мынау бір рудың ішіндегі отбасылардың мүддесі деп бөліп қояды. Міне пәлен 100 отбасы бар ма бір рудың ішінде? Солардың әр қайсысына жетерліктей мал-мүліктің бәрін бөліп қояды да. Оның жаңағы ішетін сүтіне, киетін киіміне, жейтін етіне қатысты нәрселердің бәрін бөліп, соларға кәдімгі жанашырлықпен қарайды әр отбасына бір рудың ішіндегі. Одан кейін рудың жайылымы. Мысалы, ол кезде мынандай не болған, ереже болған, жер рудікі, мал жекенікі деген. Сол бөлінгеннен кейін сулы жер бар оның ішінде, жайылым жер бар, таулы жер бар, шабындық жер бар, мысалы шөп орып дайындайтын. Соның барлығын кәдімгі әділ түрде бөлген ғой. Содан кейін бір заң шығарған екен. Бір керемет жер ше. Күнбидің бір заңы бар екен. Бұл Үйсін хандығында болған заң ережелер. Үйсін хандығында болып жатқан заң. Біздің заманымызға дейінгі 130-140 жылдар. Көрдіңіз бе, біздің заманымызға дейінгі біздің түсінігіміз қалай болған. Сол кезде әділ болу үшін ғой. Әділ болу үшін, қараңыз. Сондай қауіпті сезіпті күнби. Егер дұрыс басқармайтын болсақ, осы мал мен жердің шекарасын дұрыс басқармайтын болсақ, онда қолында билігі бар күштілер қанағатсыз жерді көбірек алып қойып, ал әлсіздердің шекарасы тар болып қалуы мүмкін депті да, өріске оймақ қосылмасын, табынға тұяқ қосылмасын деген бір-ақ ауыз заң шығарып қойыпты ғой. Бұл жаңағы бұған дейінгі заңдардың бәрі бабалардан келе жатқан әдет заңдары болса, бұл заң тікелей мемлекеттің қарауындағы, тікелей мемлекеттің билік өкілдері тікелей қадағалап отыратын заң екен бұл. Әр отбасына берілген жер бар, әр отбасына берілген тұяқ бар, мал-мүлік бар. Соның бірінші шекарасын білсін олар, екіншіден өз жауапкершілігін білсін деп мемлекет тұрғысынан бөлінген ғой мал сонда. Көрдіңіз бе? Қамтамасыз етілген олардың қауіпсіздігі. Содан кейін мемлекет бүкіл елінің жерін, малын мемлекеттік қорғауға алған. Сол кезден бастап. Міне сонда бәрі де өзінің билеушілерінің тілеуін тілеп отырады екен ғой. Аман болсын, билеушіміз аман болсын деп тілеп отырады. Өйткені билеушісі құрамында қол астындағы адамдардың жағдайын жасап қойған. Бұл да бір әділдіктің бір әдемі жолы. Әділдіктің, әділеттің. Ал егер осы бұзылатын болса, жаңағыдай қанағатсыздықпен күші бар адамдар көбірек алып қойып, әлсіз адамдардың содан махрұм қалып жатқан жағдайы болатын болса, онда қоғамда тепе-теңдік те бұзылады, береке де қашады, ұрыс, керіс. Егер мал мен жайылым дұрыс шешілмейтін болса, онда тек қана екі адамның арасында, екі рудың емес, ел мен елдің арасындағы үлкен қырғындар, үлкен соғыстар, даулар шығуы әбден мүмкін. Міне соның алдын алады. Міне біздің экономикамыздың да, әлеуметтік саламыздың да негізінде меншік институты жатқан. Солай шешіліп келген. Ал Абай атамыздың дәуірі келген кезде, Құнанбай қажылардың дәуірі келген кезде, осы ғасырлар бойы келе жатқан меншік институтымыз бұзылған. Одан кейін әдет заңдарымыз бұзылғанда, қай-қайдағы сырттан келген заң орнатылғаннан кейін, адамдар арасындағы тепе-теңдік бұзылып,
біреуді біреу жек көріп, біреуге біреу жау болып, іштей жаманшылық ойлап, қастық ойлап, қаскүнемдік деген мінез сол кезде пайда болған. Көлік жүргізген кезде жақсы бір ой келді сіздің әңгімеңізден. Көлік жүргізген кезде жол бойында түрлі ережелерге бағынамыз. Әрбір көліктің жүруіне, тұруына, тоқтауына, бұрылуына, артқа қайтуына түрлі сызықтар сызылған. Әркімнің өзінің құқығы бар. Құқықтарына сай жол белгілері қойылған. Сосын бағдар шамдары бар. Уақытымен жанып, уақытымен сөніп, уақытымен ауысатын. Осы кезде бүкіл көліктер бір режиммен дұрыс жүреді көшелерде. Ешкімге тиіспейді. Тек қана осы ережелерге бағынса болды. Жүйе жұмыс жасайды. Жүйе жұмыс жасап. Енді сіздің айтып отырған Үйсін хандығынан басталған. Қазақ хандығына дейін жалғасқан. Мысалы, Қазақ хандығында, және Үйсін хандығында күнбилер билеуші болды. Қазақ хандығында төрелер билеуші болды. Мысалы, күнбилер ешқандай руға жатпайды о кезде. Сол сияқты мына жақта да Қазақ хандығында төрелер руға жатпайды. Күнбилердің өзінің малы болды, мемлекет арнаулы бұларға мал бөлді, жалақы болды қазіргімен айтқанда. Бір қор бөлді бұлар мысалы, болашақта парақорлықпен, зорекерлікпен айналыспасын деп. Төрелер де сондай болды. Ешбір руға жанбаспайды, ешбір руға жақтаспайды, тек қана мемлекеттің әділдігі үшін жұмыс істейді. Осындай енді Үйсін хандығынан бері қарай 1000 жылға жуық созылған 1465-те Қазақ хандығы құрылды десек, 1000 жылға созылған бір құнды бір жаңағы жол жүру ережесі сияқты ереже Абайдың дәуіріне келгенде Кенесарының өмірден өтуімен патшалық Ресейдің жаңағы губернаторлық, болыстық, старшина басы би сайлауымен, ру басы болыс сайлауымен, әрбір 10-15 болыстың басында бір аға сұлтан сайлауымен бұл біздің жаңағы жол жүру ережелеріміз бұзылды. Олар бір ереже әкелді. Өшіп қалған светофор сияқты, өшіп қалған жол белгілері сияқты. Сөйтіп бір-бірімен айғай-шудың шыққан сол сияқты. Осы жерде біздің сөзіңіз аузыңызда мынау дала өркениетінің бір ерекшелігін айтуымыз керек та. Дала өркениетінің бір дана ерекшелігін айту керекпіз да. Біз айтқан бір ауыз ереже бар ғой. Жаңағы өріске оймақ қосылмасын, табынға тұяқ қосылмасын деген. Жаңа сіз айтқан Шыңғыс хан дәуіріне дейін келген ғой сол. Бөліп берді ма мемлекет саған? Мысалы, міне сенің өрісің. Осыған енді оймақ қосылмасын. Мынау сенің табының. Осыған енді тұяқ қосылмасын. Бұл не деген сөз? Жаңа сөзіңіз өте дұрыс айттыңыз. Бұл енді сенің иелігіңе ризашылықпен берілген халықтың малынан бөлініп берілген өріске арам жолмен, қиянатпен біреуден тартып алып, басқа өріс қоспа деген сөз. Саған адал жолмен берілген малға, табынға, жаман жолмен, қиянат жолмен тұяқ қоспа деген сөз оған. Міне осыған бағынып келді ғой Кенесарыға дейін. Ешкім, ойбай хан, сен мынаны жаңағыдай алып қойдың, сенің өрісің кеңейіп кетті, сенің малың көбейіп кетті деген жоқ. Халық риза, хан риза. Екеуі бір-біріне адал болып келді. Енді шариғат та осыған сәйкес келеді. Шариғаттағы мал мүліктің қарым-қатынасының бәрі түптеп келген кезде адам мен адамның арасындағы құқықтың сақталуы. Біреудің ақысын біреу жеп қоймауына құрылған. Мынау сенің көршіңнің ақысы. Сен оған қол сұғуға құқың жоқ. Малына, жеріне. Қол сұқпауың керек. Ұрлап алмауың керек. Тартып алмауың керек. Кез келген жолмен, заңсыз жолмен оны алмауың керек. Ол оның меншігі. Былайша айтқан кезде. Көрдіңіз ба? Бізде осындай заңдармен өмір сүріп келген халықпыз ғой. Ал Абайдың дәуірінде жаңа сіз келгендей болыс, аға сұлтан дегендер губернаторларға бөлініп келді да, біріншіден халықтың мүддесі бұзылды. Оған дейін халықтың мүддесі ойлап отырған мемлекет. Халықтың мүддесі бірінші орында тұрады ол кезде. Мынау кісі аш болмасын,
жетімі жыламасын, жесірінің көз жасы төгілмесін. Бәріне түгел, кедейіне кедей, байына бай ретінде бәріне бөлінген. Мал мүлік, ортақ қазынадан. Бәрінің жағдайы жасалған. Жауапкершілігін елдің билеушілері ойлап отырған. О кезде. Бүкіл жағдайды. Тіпті әр ауылдың байы бар ғой. Бізді көп адамдар бай деген кезде жаман ой қалыптасқан ғой. Ондай емес. Керісінше байы мейірімдісі болған ол елдің. Қамқоршысы болған, сол атқа мінері болған, сол ауылдың. Жоғын жеткізіп отырған, болмайтыны беріп отырған. Мысалы, аш отырған адамға сауын сиыр берген, әрқайсының қорасына сойып жейтін қойын беріп отырған, мінетін жылқысын беріп отырған, жағдайын жасап отырған. Байдың сондай функциялары болған. Ал кейін бай мен кедей бір-біріне жау, социализм деген нәрсе келді, бай мен кедей бір-біріне жау деген нәрсені шығарды ғой. Негізі жау емес еді ғой. Ол мал көбейсе, малшыларға бақтырмақ, өздері етке қымызға тойып, сұлуды жайлап, жүйрікті байлап отырмақ. Қыстауы тарлық қылса, арызы жеткендік. Сыйы өткендік. Байлық қызметімен біреудің қыстауын сатып алмақ, ептеп алмақ, тартып алмақ. Бұл жерде үш мәселе бар екен. Осы оқыған жеріңізде. Біріншіден, еңбексіз мал. Біреуге малды бақтырып қойып, өзі үйде етке тойып, сұлуды жайлап, жаңағы тұлпарды мініп, тек қызылықшылықпен өмір сүру, бұл жараспайды. Адам кім болсаң ол бол, қызмет етуің керек, өз шаруашылығыңды өзің жасауың керек қой. Біреуге өзің қазақша қарапайым тілмен айтқанда өлімтігіңді артпау керек бір адамға. Әркім өз шаруасын жасап, малын жаңағы біреудің ақысын жеп бақтырып қойып емес, керісінше өзі бақсын, бала шағасы бақсын. Мысалы, жаңағы қызметші егер бағатын болса, соның ақысын дұрыстап төлесін деген сияқты мәселе. Бірінші мәселе осы. Малды еңбекпен табу керек. Сөзіңіз аузыңызда, еңбексіз табылған малдың бір қадір қасиеті, бір берекеті болмайтын сияқты. Адам содан ләззат ала алмайтын сияқты. Дұрыс. Қалай береке болады? О жерде анау алғашқы бұрынғы бабаларымыз, бұрынғы аталардан бері қарай бәрі малды маңдайдың терімен тауып келген ғой. Көрдіңіз ба? Енді қоныс, жаңа қыстауы немесе жайлауы, көктеуі, күздеуі тарылып кетті. Бүкіл тіршілігі малға байланысты. Билік жаңағыдай өзгеріп кетті. Сол кезде енді адам не істейді? Бәрі айналасына қарап, неғұрлым көбірек жерді иемденіп алуға тырысады. Арызды кім жақсы жаза алады? Арыз өткендік. Барып, тез арыз жазып, көбірек жер алып алуға тырысты. Сыйы жеткендік. Егер арызы жетпей жатса, арызына қол қойылмай қойып жатса, онда барып 5-6 малды апарып беріп, сыйлап, мынау сенің сыйың үстіндегі, былайша айтқанда, парасы. Бұрын айтатын еді. Парақорлық. Әкімге бара берме, пара бер деп ше. Сондай бір сөз шығып кеткен. Сөйтіп бара берудің орнына пара беріп оған. Сөйтіп өзінің жаңағы меншігіне тиісті емес жайылымдарды тартып алып қою. Бұл бұрынғы біздің ата дәстүрімізге де, шариғаттың заңына да қайшы әрекет еді. Біз осы жерден кеттік. Бұзылған кезде біздің жолымыз осы жерден бұзылды. Өйткені адамның ақысы бұзылды бұл жерде. Жерге байланысты, малға байланысты. Қоғамдағы ереже бұзылды. Былайша айтқан кезде ғасырлар бойы жасап келе жатқан. Сонда жаңа айттық қой, малдың несі әрекеттері бар деп. Сатып алу дұрыс. Бұл ережеге сәйкес. Ал бірақ тартып алу мен ептеп алу бұл ережеге сәйкес емес. Бұл сенің меншігіңдегі нәрсені емес, біреудің меншігіндегі нәрсені иемденуге жатады.
Бұл қылмыс, бұл қиянатқа жатады. Бірінші сатып алуда екі жақтың ризашылығы бар. Әрине. Сіз мал бересіз, ол оның қайтарымын береді. Сіз бір дүние бересіз, ол мал береді деген сияқты. Мына қалған ептеп алумен тартып алуды кішкене ашып түсіндірсек, мысалы ептеп алу, жаңағы арызы жеткендік, сыйы өткендік болуы мүмкін ба ептеп алуда? Түрлі айла шарғылармен түрлі. Мысалы қазіргі заманның тілімен айтқан кезде құжат жасатып алу танысымен. Мысалы пара беріп құжат жасатып алу. Елден бұрын, елдің хабары жоқ кездерде мысалы құжат жасау керек, оған ие болу керек, оны заңды түрде иелік ету керек деген жаңағы нәрселерді білмей жүрген кезде бұны алдын ала барып, жаңағы біреудің меншігіндегі жерлерді басқаша жолмен иемденіп кету, өзінің хаққысы болмаса да. Осылай түсінуге бола ма? Әрине болады. Ептеп алу деген мысалы бір ауылда шартты түрде айтайық. 18-ге келген 100 жігіт өмір сүреді, 100 бала, 100 отбасында. Олардың әрқайсысына 10 соттықтан жер телімі қарастырылған мемлекеттің заңы бойынша. Ал енді соны біреу барып, ертерек қимылдап, сол 100 соттық жердің бәрін өзінің атына жаздырып алудың ебін жасайтын болса, 800 соттық жерді өзіне. Сөйтіп, анау жаңағы әр 100 отбасындағы 100 жігітті өзінің меншігіндегі құқығынан айыратын болса, бұны біз қиянат дейміз. Ептеп алу деген осы. Мысалы, өзінде билік болатын болса, ана өзімен ауыз жаласып отырған адамдармен барып, бірігіп, жаңағы біліп отыр ғой, қолында тұр картасы, былайша айтқан кезде, қай жерде не бар екенін бәрін. Соның барлығын өзіне тиісті емес жерлердің бәрін, жаңағы кезінде осы Алматының өзінде, мынау Медеудің жаңағы ең шұрайлы жерлерін болмайтын тиынға госақты жасатып, кейбір адамдар сатып алды деген әңгіме шыққан кезінде. Тура сол кезде де баяғы Абайда апатамыздың дәуірінде де сөйтіп жаңағы өтірік құжатпен, біреудің көз жасына қарамай, жаңағы қолының ептілігімен, қаламының жүйріктігімен алып қоюды біз ептеп алу дейміз. Ал тартып алу кәдімгідей күш көрсетумен. Кімнің қолында күш бар, кімнің қолында қару бар, былайша айтқан кезде, сол күшімен әлсіз адамдардан тартып алуға жатады. Бұны біз не дейміз? Бұны адал, әділ жол деп кім айтады? Ешкім айтамайды. Бұны Абай атамыз дөп басып отыр да. Қоғамда болып отқан жағдай. Біреуі адал еді, екеуі адал емес. Ол қыстауынан айырылған және біреуге тиіспек. Қараңыз, осы жерде бір сөз тұр. Қыстауынан айырылған деген сөз тұр. Қыстаудан айырылу деген сөз наразы деген сөз. Енді ол малынан айырылған болуы мүмкін, құқығынан айырылған болуы мүмкін, қазіргі заманның тілімен айтқан кезде, кәсібінен айырылған болуы мүмкін, ата-бабасынан қалып келе жатқан бір жерінен, саяхат орнынан айырылған болуы мүмкін. Түрлі ғой, бұл жерде қыстау бір бала. Айырылған деп тұр ғой. Ризашылықпен берген деп тұрған жоқ. Айырылған деп тұр. Осы сөзге мән беру керек о жерде. Ризашылықпен өзі берген болса, ол басқа болар еді. Біреудің құрбанына айналған деген сөз. Біреудің құрбанына айналған адам енді өзі де ақыры біреу оған қиянат жасады ма, бұл да барып азуын шығарып екінші адамға қиянат жасап біреуден тартып алғысы келеді. Неге? Ол нәрсені. Өйткені мал жаятын жер жоқ қойған. Біріншіден мал жаятын жер жоқ. Одан кейін айналасындағы адамдар қоғам сондай болып бара жатқаннан кейін мен содан қалам ба дейді да, сол қиянаттың жолына бұл да түседі барып. Содан кейін барады да, егер оған шамасы келмейтін болса, онда амал жоқ, басқа жаққа кетеді. Орынсыздығынан елден кетпек. Көрдің, басқа жаққа көшіп кетеді. Әр қазақтың ойы осы дейді. Я ол да біреуге барып тиісіп, оның күші жеткенін тартып алады, болмаса елден кетеді. Ал негізі заң бойынша қалай болу керек еді? Заң бойынша сол жерде қанша үй тұрады, қанша түтін бар, қанша шаңырақ бар, соларға тепе-тең бөліну керек еді ол жер. Сөйтіп бәрі өзінің иелігімен малын көбейтіп, өрісін жайлап отыруға тиіс еді. Ал енді біреу қиянатпен біреудің жерін алғаннан кейін, анау иесіз қалды, несіз қалды ғой, малсыз қалды ғой, жерсіз қалды ғой. Ол барып анаған тиіседі, ол барады да анаған тиіседі. Міне,
бүлік деген нәрсе, іріткі деген нәрсе, ел ішіндегі дау-дамайдың бәрі осы жерден басталған ғой. Меншік институты бұзылған бұл жерде. Қыстауынан айырылған және біреуге тиіспек деген сөзді оқыған кезде менің ойыма не келді? Мақта қыз бен мысықтың ертегісі келді. Кейде ойлаймын, осы отаршы мемлекеттердің біздің даламызға сіңірген, әкелген лаңы кейін біздің балабақшамызға дейін, бесігімізге дейін, ертегімізге дейін кіріп кеткен сияқты. Мысалы, қыздың күші мысыққа жетеді. Мысықтың құйрығын кесіп алады. Мысықтың күші сиырға жетпейді, қатыға келуге, ағашқа жетпейді, аңшыға жетпейді, суға жетпейді, күнге жетпейді. Соңында неге барып? Тышқанға шамасы жетеді. Қоғамдағы жағдай ғой. Қоғамдағы шын жағдай ертегі арқылы. Қазір енді бұны біз кейде балабақшаларда бір кішкентай балалар спектакль қылып ойнап, бұны ертек қылып айтып жүр. Бірақ Абай бұны ашты бір немен айтып кеткен. Сол кездегі дәуірдегі болған оқиған. Жалғастырайық. Осылар біріне бірі досты ойлай ма? Ойы, санасы, түндегі көретін түсіне дейін бір-біріне жау болып кеткен, жаңағы өзінің күндіз түн адам несін ойлайды? Малын ойлайды ғой? Жайылымын ойлайды. Сөйтіп тартып алған адамды мына ойлап отырса, бұны тағы бір адам ойлап отыратын болса, бәрінің ойында сол жер мен мал тұрған кезде олар бір-біріне ананың жағдайы дұрысырақ болып кетсінші деп тілек тілей ма? Жоқ, олар достық ойламайды бір-біріне. Өйткені хайуани мінезге қарай бет алып кетті бұл. Адами мінезде жанашырлық бар. Дұрыс па? Ал тартып алу кімнің мінезі? Арыстанның мінезі, жолбарыстың мінезі, қасқырдың мінезі ол. Хайуандардың мінезі. Ал адамның мінезі сұрап алады, рұқсатпен алады, сатып алады, ризашылықпен алады. Адами қарым-қатынас жойылып, хайуани қарым-қатынас орнай бастаған кезде бір адам екінші адамға достық ойламайды. Кедей көп болса, ақысы кем болар еді. Малдан айырылғандар көбейсе, қыстауы босар еді деп, мен ананы кедей болса екен деп, ол мені кедей болса екен деп, әуелде ішімізбен қас сағындық. Әні. Көрдіңіз ба? Ішкі ой бұзылды енді. Ішкі ойымыз. Ләжі болса, біреудің қыстауы болмаса екен, малы болмаса екен. Қыстауы босап қалса екен. Қыстауы босап қалса, оның қыстауына мен барсам екен. Оның өзінің малы болмағаннан кейін, менің малымды бағып, менің қызметшім болып жүрсе екен деген сияқты пендешілік ой адамның ішіне кәдімгі қан тамырларына буын-буындарын жайлап кете бастады ғой. Көрдіңіз ба? Іштей қас сағыну деген сол. Біреуді жақсы көрмеу. Біреудің сыртынан қарап отырып, ол туралы жаман ойда болу. Қас сағыну деген сол. Ал адами қасиеттегі адам оған жанашырлықпен қарап отырады. Балам, сен мынаны былай жаса деп жанашырлық ақылын айтады. Жоқ болса барып бөліп береді. Қиналып жатса барып көмектеседі. Адами қарым-қатынас солай болу керек еді. Адами қатынас болмағаннан кейін ләжі болса, жаңағы өзінің түпкі ойына сәйкес, жаңағы тартып алу, ептеп алуға байланысты, ләжі болса адамдардың несі, жаңағы қыстауы болмаса, өзінің малы болмаса деген ой ойлап, бір-біріне дұшпандық ойлауға айналысқан. Дұшпандық ойлаумен айналысқан. Қазіргі уақытқа біраз салыстырсақ бұны. Сөйтейік. Мысалы, қазіргі уақытта кәсіпкерлер кәсіп жасайды. Біреулер тамақ саласына кіреді, біреулер өнім өндіру саласына кіреді, біреулер қызмет көрсету саласына кіреді. Мысалы, бір көшеде 5-6 кафе болса,
не істеу керек? Әрине бір-бірінің негізі тілеуін тілеу керек. Ол да жақсы ет пісіреді, мен жақсы сорпа жасаймын, мынау да жақсы салат жасайды, анау да жақсы тәтті жасайды. Әрқайсысына келетін өзінің жаңағы адамдары бар, сатып алушылары бар деп ойлау керек. Бірақ егер жаңағы Абайдың айтқанындай ананың кафесі жабылып қалса екен, мынаның рестораны тоқтап қалса екен, мынаның ес-досы жүрмей қалса екен, менікі ғана жүрсе екен, бұның соңы неге әкеледі? Бір көзбен қарағанда қазіргі менеджменттік, маркетингтік бір көзқараспен қараған кезде дамымау, бір жерде қалып кету, жаңғыз өзі монополист болу ұзаққа бармайды. Сосын басқалар дұшпан бола бастайды да сізге. Мысалы, жаңғыз өзі бағаны шарықтап қояды, ойына келген бағасын қояды, қаласа ашады, қаласа жабады, уақытын істеп бермейді деп айналадағының барлығын істейді. Бұған жау көзбен қарайды, жаман энергия жиналады. Қазіргі көзбен қараған кезде. Енді қазіргі заманның атын біз не дейміз? Капитализм деп айтамыз. Түбірі капитал, қаражат. Оның кезінде Карл Маркс кәдімгі өзінің еңбегінде бүкіл теориясының бәрін жазып кеткен. Бірақ оның түбінде ізінде жақсылық, қайыр жоқ. Жеке адам, әрбір жеке адам өзі бай болсын деген идеяға құрылған ол. Жалғыз өзі бай болсын, және қалай тапсаң да олай тап, адамның адамдығына қарама, мал табуға қара деген сөз. Түптеп алған кезде идеясы сол. Ақша тап, капитал тап, кез келген жолмен. Алдайсың ба, арбайсың ба, өтірік айтасың ба, не қылсаң ол қыл. Біреудің ақысын жейсің ба. Бірақ түптеп келгенде сен бай болуың керек, олигарх болуың керек. Жұртқа сол кезде сенің сөзің өтеді деген нәрсені айтқысы келген. Иә, соны үйреткен ол. Батыс елдер соны ғасырлар бойы сол капиталды оқыған. Біздің де кеңес үкіметі кезінде тіпті жоғарғы оқу орындарында капиталды оқытқан. Мысалы, 10 адам жұмыс істеп отырса бір жерде, өндіргіш күш дейді адамды. Сол 10 өндіргіш күштің орнына бір техника қойып қой дейді. Ананы жұмыстан босата сал дейді. Ол кеткен 10 адамның тағдырын ойлап отқан жоқ ол. Жұмыстан босап қалған адамның. Арғарай оның бала шағасы не болады? Арғарай оның тіршілігі не болады? Денсаулығы қалай болады деген нәрсені ол ойлаған жоқ. Капиталда ол қарастырылмайды ол. Сенің жеке пайдаң техникалық алып кеп қоя сал, 10 адамның орнына бір трактор әкеп қойып қоятын болсаң, саған арзан түседі. Аналар жұмыстан шығарып жібер дейді, болды. Міне осы сияқты бір адамның адамишылығына қайшы заңдылықтар орнап тұрған заман ғой мына капитализм деген. Олай болмау керек. Ал біздің бабалардан келетқан жүйе, ата салтымыз, ата заңдарымыздың бәрі адамшылыққа құрылған, гуманизмге құрылған. Нағыз демократияның өркениеті біздің осы дала көшпелі дала өркениетінде болған. Соны білуіміз керек. Мынандай сұрақ шығады бұл жерде. Жақсы, біз адамдардың отбасына, жеке басына, құндылығына, бала шағасына жанымыз ашимыз деп жүрген кезде біздің кәсіпкерлер заманның техника технологияларын қолданудан кеш қалмай ма? Мысалы, айтып жатсыз, иә дұрыс, 10 адамның орнына бір трактор немесе 10 адамның орнына қазір мысалы кейбір темір кесетін станоктар бар. Мысалы 20 адам бір сағат немесе 20 адам бір күн кесетін темірді 20 секундта 20 минутта кесіп береді лазермен. Келейік, олай болса мына 20 адамның тағдыры не болады? Мына кәсіпкер баю керек, заман талабына сай тез көп өнім шығару керек. Енді біз қаласақ та қаламасақ та сол системаның бөлшегі болып тұрмыз ғой. Капитализмнің ішінде өмір сүріп жатырмыз. Системасының ішіндегі бір бөлшекпіз. Бөлек өмір сүре алмаймыз. Бірақ бәрібір ондай жағдайда да біз бірінші адамды ойлап тұруымыз керек. Адам бақытын, көршінің тоқ болуын ойлауымыз керек. Туысқанымыздың тоқ болуын ойлауымыз керек. Ата-анамыздың тоқ болуын ойлануымыз керек. Тапқан табысымызды солардың тоқшылығына жұмсауымыз керек. Сол кезде елде тепе-теңдік болады. Ал мен бәрін алып ала берсем қазынаны, аналар аш қала берсін дейтін болсаң, не болса о болсын
деп пәруай пәлек қарайтын болсаң, қоғамдағы жаманшылықтың бәрі содан туындайды. Ал қоғам олай болмау керек. Қоғам бәрі тепе-тең, бір-біріне жақсылық ойлайтын қоғам болу керек. Бір-біріне жаны ашитын қоғам болу керек. Біреулер айтуы мүмкін, бұл утопия шығар деп. Утопия емес ешқандай. Бұл өмір сүрілген, тарихта болған, практикадан өткен, және қазір де адамның қолынан келетін жағдай. Абай қара сөздерінде алда келеміз ғой әлі. Қазақшылық, құдайшылық, адамшылық деген сөздерді көп қолданады екен. Енді біздің дұрыс айтып жатсыз, бағанадан бергі анау Үйсін хандығы, оның ар жағындағы сақтарды есептемегенде Үйсін хандығынан бері қарайғы бүкіл бабаларымыздың салып кеткен құндылықтарының, заң ережелерінің, мемлекет басқару, отбасын басқару, жер дауы, жесір дауын шешу мәселелерінің барлығы адамдық құндылыққа құрылған. 21 ғасырға келдік, 21 ғасырға келдік. Қаласақ та, қаламасақ та, дұрыс айтасыз. Бұл жүйенің бір бөлшегіміз. Бірақ жаңағы Абайдың айтқан үш сөзінен мынандай бір түйін шығады сияқты, үш қорытынды. Біздің кез келген құндылығымыз, дәстүріміз, бағанаға айтып жатқан әдет заңдарымыз, мал-мүлік заңдарымыз, ережелеріміз барлығы интеграциялану керек сияқты. Урбанизацияға түсіп, немесе жаңағы ассимиляцияға ұшырап жоғалып кетпеу керек. Өзгеріп кетпеу керек. Заман талабына сай өзінің құндылықтарын сақтаған бірақ заманның да құндылықтарын бойына сіңірген бір жаңа бір форматта жүру керек сияқты. Мысалы жаңағы завод па, кәсіпкер, мықты кәсіпкер болсын, завод ашсын, фабрика құрсын, қызмет көрсетсін, техника, технологияны да қолдансын, бірақ адамдарға да жан ашсын, көмектесsin, фонд ашсын, білім жолындағыларға стипендия берсін, ауруларға емдеу қаражатын берсін, жұмысшыларына жағдай жасасын, үй алып берсін деген сияқты. Енді бұл жаңағы адамшылдық, қазақшылдық, құдайшылдықтан келді ғой. Бізде кейбір нәрселер, мысалы, қызық нәрсе, мен өте көп ойландым бұл нәрсеге. Автокресло туралы бір заң қабылданды, осыдан біраз жыл бұрын. Я, шетелде бұл өте маңызды бір заң. Бұл баланың қауіпсіздігі үшін машинада автокресло болу керек. Бірақ бізде Құдай бере салған 10 баласы бар семьялар бар, 9 баласы бар семьялар бар, 7 бала, 4 бала бізде қазір орташа бір не болып саналады. Енді өзі 5 адам сиятын машинаға қанша автокресло қоя аламыз? Бұны қабылдады бізде. Белгілі бір уақыттан кейін алып тастады. Неге? Я, адамшылдық бір международный бір заңды қабылдады, бірақ қазақшылдықты ұмытып кетті бұл жерде. Мысалы, кейде я біз заң қабылдаймыз, бірақ шынында біздің жаңағы құдайшылдық деген 14 ғасырдан бері келе жатқан діни құндылықтарымыз бар. Адал, арам, біреудің хақ құқығы, біреудің мал мүлкін алайын деп тұрған үйінің кезегін пара беріп өзіңіздің кезегіңізге сатып алмауыңыз керек. Ептеп алмау керек. Біреудің ұтып алайын деп тұрған тендерін пара беріп өзіңіз ұтып алмауыңыз керек. Бұл құдайшылдыққа қарсы. Демек, мына үш адамшылдық, қазақшылдық, құдайшылдықтың арасын дұрыс байланыстырып, дұрыс ажырату керек сияқты. Бұл жерде мынау ғой, ереже бар социологияда. Барлық қабаттар жаратылыстағы, мынау болмыстағы барлық қабаттар иерархиялық сатылардан тұрады. Орыстың матрешка деген ойыншығы бар ғой, бірінің ішінде бірі тұратын. Тура сол сияқты үстіңгі саты, астыңғы сатын басқарып, билеп тұрады. Соның үстіне жоғары тұрады. Сөйтіп, осы иерархиялар көтеріліп, кез келген саладағысы түптеп келгенде мына болмыстың иесіне дейін бару керек. Абайдың құдайшылық деп тұрған сол. Сол иерархиядан, ең жоғарғы иерархиядан төменге қарай заң жазылады, заң түседі. Сол заңға бағынған иерархиялар бақытты болады. Сол заңға жеңіл қараған, немесе оған мүлде мән бермеген иерархия бақытсыз, дерт, сондай бір жаманшылыққа, ауыртпашылыққа душар болады. Бұл заң. Көрдіңіз ба?
кез келген сатыдағы, мысалы отбасында баласы, оның үстінен ата-анасы, оның үстінен апа әжесі тұрады. Бұл иерархия. Немесе жеке отбасында әйелдің үстінен ер адам бақылаушы және басқарушы болып тұрады. Қорғаушы. Иә. Асыраушы. Оның үстінен ілім жағынан да, мысалы, қай ілім тұрады? Мысалы, Абайдың сөзі, оның үстінен біздің жеті жарғымыз тұруы мүмкін. Жеті жарғының үстінен жаңа Күнбейдің сөзі тұруы мүмкін. Сөйтіп барады да ол барып Құдайдың сөзіне дейін тірелу керек қой. Сол кезде соның бәріне ортақ ереже қоғамның бақыт заңы болып есептеледі ол. Бақытқа жетелейтін заңы. Соған мән бермесек, сол ортақ ережеге, бәрі бақытсыз болып кетеді. Абай атамыздың сол құдайшылыққа қайда тірей беретін, сондықтан сол жердегі заң бұзылса, төменгі сатыдағы заң да бұзылады. Олар бақытсыз болады. Бұл жаңа кәсіпкерлердің заман талабына сай кейбір ережелерге бағыну керек деген сұрақты қойғандағы себебім арадағы қарым-қатынасты ажыратуға. Бір мысал айтайын дедім. Бір кәсіпкер жігіт жақсы араласатын, пандемияның уақытында енді мемлекет өзінің айлық беретін адамдардың барлығын айлығын тоқтатпады. Тіпті айлық бермейтін жұмыссыз қалғандарға да мемлекет ең төменгі айлық 42.000 теңге 500 теңгені берді. Бірақ көп санды жеке компаниялар, жеке фирмалар пандемияда көп нәрсені тоқтатты. Ақысыз демалысқа шығарды көбісін. Бірақ жаңағы біздің жолдас жігітіміздің фирмасы мынандай бір жақсы жұмыс жасаған. Жаңағы айтқан қазақшылдық, құдайшылдық, адамшылдықты бір-біріне жақсы байланыстырған үш жерде. Пандемия басталып жатқан кезде біз бүкіл жұмысшыларымыздан біздің анкета жасадық дейді. Сіздің ең төменгі өмір сүру қаражатыңызды шығарыңыз. Мысалы, біз қазір сізден айлықты тоқтатсақ, мынандай деңгейде мен айлық алмасам, менің жағдайым өте қиын болады деген. Мысалы, баламның емі, әке-шешемнің емі, болмаса баламның оқу ақысы ай сайын төлейтін, үйімнің кредиті мысалы. Деген сияқты өлшемдердің барлығын шығар, бүкіл жұмысшылардан анкета шығардық дейді. Сөйтіп пандемияда басталғаннан біткенше біз әркімге сол ең соңғы өмір сүру жалақысын беріп тұрдық дейді. Тамаша. Пандемия бітті, бүкіл жұмысшы келді бізге. Қазірге дейін бұл жұмысшылардың ешқандай бір фирмаға 5.000 теңге, 10.000 теңге үшін бізді сатып кеткен жоқ дейді. Себебі қиын күнде біз оларға жағдай жасауға тырыстық. Олар да қазір бізге фирмамыздың дамуына, көркеюіне, көбірек табыс табуымызға үлкен қызмет етіп жатыр дейді. Демек, бұл да жаңағы сіз айтқан бір кәсіпкерлер кәсібінде дамыту керек, техниканы да, технологияны да дамыту керек, жүйені де дамыту керек. Қосымша дұрыс айтасыз, адам құндылығын бірінші орында ұмытпау керек. Кедей көп болса, ақысы кем болар еді. Малдан айрылғандар көбейсе, қыстау босар еді деп, мен ананы кедей болса екен деп, ол мені кедей болса екен деп, әуелде ішімізден қас сағындық. Әрі беріден соң сыртымызға шықты. Жауластық, дауластық, партияластық. Осындай қастарға сөзім өтімді болсын, және ептеп мал жиюға күшім жетімді болсын деп, қызметке болыстық, билікке таластық. Енді осы жерде жаңағы жауласу, дауласу, партияласу деген жерге тоқталып жіберейік. Жалпы қазақтың дәстүрлі түсінігінде әділ патшаның елін жау араламайды, әділ бидің елін дау араламайды деген сөз бар. Жау мен дау деген сөз бізге әу бастан таныс ұғымдар. Өйткені жау шеттен келеді, дау іштен шығады. Іштен шығады. Сондай мәселе бар. Енді қазақ болғалы даумен, жаумен күресіп келген. Оны күресіп келген, одан кейін соны шешу жолдарын қарап қойған, соның мәселесін бәрі шешіп қойған біздің даламызда. Патша әділ болсын, әкімі, және би әділ болсын. Би әділ болсын. Сол кезде жау да дау да жоламайды. Жау қайтса жоламайды, дау қайтса жоламайды, бәрін шешіп қойған бізде. Ал енді сол атадан келе жатқан заң бұзылғаннан кейін
Енді адамдар жаңағы бір-бірінің ақысын ретсіз, қанағатсыз жей бастаған кезде адамдар арасындағы жауласу мен дауласу көбейді. Бұған да көндік. Бұл екі нәрсеге. Баяғыдан келе жатқан дүние. Ал енді үшінші партияласу деген. Бұл бөтен ғой. Бөтен ғой. Басқа жақтан келген сөз, басқа жақтан келген ұғым, және бір қарын майды шірітетін бір құмалақ осы партияласу. Осы сөзден шығады бәленің бәрі. Партияласу деген бөліну деген сөз. Жікке бөліну деген сөз. Бөлініп алып, әркім өзіне бір басшы сайлап алып, бір-біріне жауласып отыру деген сөз. Ол елді құртатын ең үлкен бәле осы партияласудан басталады. Партияласу. Бұны жаңағы сырттан келген күштер, жаңағы аға сұлтан, болыс сайлайтындар бар ғой, солар енгізген. Бұл партия деген нәрсе. Партияласу деген нәрсе. Бізге оған дейін жат болған еді бұл нәрсе. Содан кейін жаңағы малынан айырылған, жайылымнан айырылған, жерінен айырылған адамдар сол елдегі бір партияның иесіне барып, соған жалшылыққа, қызметіне кіріп, соны мақтап, жалтақтап, соған жәрбеңдеп, сонымен жаңағы тіршілігін жалғастырамын деп жүріп, қалай партияласып кеткенін білмеген ғой. Сөйтіп кішкентай ауылдың ішінде бірнеше партия пайда болып, олар бір-бірімен жауласып, дауласып отырған. Бұл өзегі осы жерде негізі. Мына қара сөздің өзегі осы жерде. Ал партияласу негізінде ол елдің өзіне керегі жоқ еді. Тып-тыныш ғасырлар бойы Алласынан рызық несібесін Құдайынан тілеп отырып, кәдімгі бала шағасын тойдырып отырған адамға партияласудың не қажеті бар еді? Олар партияласам деп партияласқан жоқ. Сондай жүйе отырғызылды ол жерге. Партияласуға дейін рулық. Ол рулық жүйе керемет болған. Біздің қазақтың даласындағы рулық жүйені біреу айтады ғой. Әрине сөз бар. Руға бөлінген, ары қарай құруға бөлінеді деген. Бұл бөлінудің бір жағы, жағымсыз жағы, ұнамсыз жағы. Тағы да сол жаулаушылардың оны қолданғаны. Ал бірақ түптеп келген кезде адамның рудан құралатыны жүздердің, бұл өте жақсы нәрсе. Өшсең руыңмен деген сөз бар ғой. Бір отбасында 5 бала болатын болса, 5 баланы әке қалай басқарады? Тура сол сияқты бір елдің ішінде 5 ру болатын болса, ол 5 руды басқару оңай болады. Ал оның бірлік ынтымағы мықты болу керек, ол рудың өз ішіндегі ынтымағы. Ал өз ынтымағын олар біріктіріп жатса, оған өкпелеудің қажеті жоқ, руға бөлініп жатсың деп. Ол жақсы нәрсе. Ең бастысы мынау ортақ үйге жау болмау керек. Қазақ деген, ұлт деген, мемлекет деген. Ал ішкі бірлігі, ынтымағының жақсы болғаны кімге болса да жақсы. Түптеп келгенде бір атаның 5 баласы бір-біріне жау бола ма? Жау болмайды ғой. Тура сол сияқты. Мысалы, 3 баласы деп айтсақ, 300-дің баласы түптеп кіргенде олар бір-біріне жау емес. Бір-біріне олар ағайын, біреу аға, біреу ортадағы адам, біреу інісі. Бұл өте керемет жүйе бұл. Бір организмнің бір 3 бөлшегі сияқты нәрсе. Өзі 3 биде айтады ғой, біреу басымыз, біреу арқасы, біреу 4 аяғы деп. Сол сияқты дүние болған. Бір организмнің 3 мүшесі болар. Сонда керемет жұмыс жасаған. Ал енді бөліну деген олай емес. Бөліну бір-біріне жаулық, қастық ойлау деген сөз. Дұшпандық ойлау деген сөз. Міне бәле содан шыққан. Партияласудың ақыры жікке бөліну, ағымға бөліну. Қазір бүкіл әлем бөлінумен айналысып жатыр. Біреу дінге бөлініп жатыр, ағымға бөлініп жатыр, біреу саясатқа бөлініп жатыр. Тағы неше түрлі ағымдарға, біреу тағы бір нәрсеге бөлінумен айналысып жатыр. Түрлі әскери одақтарға, көзқарастарға. Ал енді неге бөлініп жатыр? Өйткені бөлінген нәрселерді билеу оңай. Оларға өзіңнің билігіңді жүргізу оңай.
тас түйін бірлікте болып отырған ұлтты басқарған оңай ма? Жоқ, бір-бірімен қарлысып, бөлініп, жау болып жатқан, өзімен өзі әуре болып жатқан елді басқару оңай ма? Әуре болып жатқан елді басқару оңай. Қазіргі қоғамға да қатысты нәрсе. Тас түйін бірлік керек бізге. Бөлінуді емес, бірігуді ойлайтын болсақ қазір, жау да алмайды, дау да алмайды бізді. Екі нәрседен де біз аулақ боламыз. Ал енді жаңа партияласу деген мәселе. Жікке бөліну деген болмау керек бізде. Жікке, партияға бөліну деген нәрсе. Бәрі бір атаның баласы, бір елдің, жаңа бір қолдың саласы сияқты болу керек бәрі. Вот сол кезде тіршілік дұрыс болады. Ал енді партияға бөлініп болғаннан кейін не істейді? Билікке, болыстыққа, қызметке таласу басталады. Көрдіңіз бе, қайдан келді? Жаңағы бір құмалақ бар ғой, партияласу деген. Сол әкеп отыр мыналарды. Оған дейін таласса қайда қалып еді бұл кісілер? Оған дейін болыстыққа, билікке, қызметке таласу деген нәрсе жоқ еді ғой бізде. Партияласу келді, мынау ауру сонымен бірге келді. Пандемия деген ауру. Осы жерде бір нәрсені ескеріп кетуіміз керек сияқты. Қазіргі заманда көп санды мемлекеттерде көп партиялық жүйе, мемлекет басқарудың бір құнды демократияның, адам құқықтарын реттеудің бір болмаса болмайтын, табылмас бір инструмент. Біздің елде сол жолға қанат жайып атқан бір, қанат қағып атқан бір мемлекет. Бірақ Абайдың дәуіріндегі партияласу мен қазіргі дәуірдегі партияласудың арасында бір айырмашылық бар сияқты. Себебі Абайдың дәуіріндегі партияласуда мемлекеттік мүдде, ұлттық мүдде, адамдық құндылық бір шетке қалып, адамдардың жеке бас мүдделері бірінші орынға шығып кеткен сияқты. Партияласуған кезде. Әркім өзінікі бірінші орынға бар. Қазіргі дәуірге келген кезде, партиялар болу керек, бұлардың барлығы мемлекеттің артығын асырып, кемшілігін жасырып, барлығы ұлт пен ел мен жерге қызмет ету керек сияқты. Біраз нәрсені талқыладық. Бүгінде Абайдың 3-ші қара сөзді айтқан 5 кесапаттың екіншісі болған бір-бірінің тілеуін тілеспеу деген мәселеге кең мол тоқталуға тырыстық. Еліміздің ішін даудан, сыртын жаудан сақтасын. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.